Кеше Есентайдағы гараж сейлға барып қайттым. Люкстың ордасы бүкіл әлемдік жеңілдік кезінде люксты осылай қолжетімді қылып қоятыны бар. Жеңілдікті кім жек көрсін? Аты жер жарған айғай брендтердің бәрі осында. Лоферлермен әйгілі Тотс брендінің аяқ киімдеріне көзім түсті. 50-70% жеңілдікпен тұр екен. Ақшаң болса қалтаңда әлемді Тотс лоферлермен шарла. Ал Seven Life Store брендіне есім кетті. Гүл сырғама блуза мен юбка табыла кетпесі бар ма? Әншейінде тойға да, ойға да, қырға да киетін көйлекті 100 мыңның үстінде алып жүрміз. Люкс неге кимеске, я? Ал мынау қоңыр көйлек те керемет, тек өлшемі кіші. Не сұрайсыз, көйлектің түрін киіп көрдім. Сосын көзілдіріктерге келдім. Көзім ішіндегі қызылына түсті. Жарқын келіншек болып шыға келдім. Сіздерге қалай? Ойбай қыздар, самсонайттарың жеңілдікпен самсап тұр ғой. Американ турист чемодандары 40 мыңнан басталса, самсонайт 70-80 мыңға алуға болады екен. Мынау сары чемодан менің жарқын болмысыма ерекшелесіп кетті. Әзіліме әбден үйрендіңіздер, я? Айтқым келгені, люкс деген аспанда емес, тек алатын сәтін білу керек. Айтпесе, ол ақшаны онсыз да шашып тастап жүрміз. Айтпақшы, анау қызыл көзілдірікті алайын ба, алмайын ба, сіздерден сұрап алайыншы дедім.